Сәлеметсіздер ме? Бүгін үй жағдайында клубникалы шоколад дайындап үйренетін боламыз. Мен 13 дана клубникаға бір Қазақстан шоколадты қолдандым, бірақ ол жетпей қалады екен. Сол себепті 2 штук шоколадты қолданғандарыңыз дұрыс болады. 1 штук Қазақстан шоколадты 7-8 клубникаға қолдансаңыздар, сырты теп-тегіс жақсы болып шығады. Мен оны қолдандым, бірақ соңғы жағында сыртын тегістеу сәл қиындау болып кетеді екен. Рошенді тек сыртын безендіруге қолданамыз, ал былайша клубникалы шоколадыға жарамайды. Шоколадтарымызды ыстық суда ерітетін боламыз. Суымыз қайнақ болмау керек. Өйткені шоколадтарымыз барлығы бірдей бір қалыпта еруі қажет. Қайнаған суға бірден салып ерітетін болсақ, ол клубниканың сыртына жарамай қалатын болады. Сол себепті біз шоколадты еріту барысында абай болуымыз керек. Шоколадтарымызды осындай бір қалыпта ерітіп алғаннан кейін, енді бұған клубникаларымызды осылай салып, қағаздың үстіне қойып шығатын боламыз. Клубникалы шоколадты дайындаудағы басты мәселе бұл шоколадты дұрыс еріту. Бұның да ешқандай сыры жоқ, тек қана қатты от болмау керек. Кейбіреулер ертіп жатқан кезде қатты отқа қояды да бір жағы еріп, шіріп жатады, бір жағы тіпті ерімеген болады. Сонысына назар аударамыз, барлығын бір келкі жақсылап араластырып, баяу отта бірдей ерітіп аламыз. Тағы айта кететінім, шоколадты дұрыс таңдауымыз керек. Үй жағдайында жасасаңыздар, Қазақстан шоколадты қолданғандарыңыз дұрыс. Клубникаларды осындай қойып алғаннан кейін, сыртын өз қалауларыңыз бойынша безендіріп шықсаңыздар болады. Клубникаларды шоколадқа малып, осындай сыртын безендіріп алғаннан кейін 2-3 минутқа холодильникке салып алдым. Негізі холодильникке салмай ақ қойсаңыздар да өзі солай сырты тез қата салады. Мен клубникаларымды осындай өзінің қорабына салып шығамын.
міне дайын болды. Сіздер де осындай қорабына безендіріп салып, қалаған адамдарыңызға тарту етсеңіздер болады. Егер клубниковый шоколадты заказға жасап үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер.